Қайырлы күн. Бүгін ұстаз болу мәртебе атты ақпараттық танымдық сыр сұхбатымыздың қонағы қазақ тілі және әдебиеті пән мұғалімі Қалдыбаева Күләнда апайымыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Ал Күләнда апай, біз сыр сұхбатымызды бастамас бұрын 5 қазан ұстаздар күні. Сол ұстаздарымызды жылы лебізіңізбен құттықтап жіберсеңіз. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі өрелі істеріңізге, мемлекеттің гүлдену жолындағы абыройлы жұмыстарыңызға толымды табыстар тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек қана өсу мен өрлеуге бастасын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, шәкірттеріңіз тек қана мерейлеріңізді асыратын, әрбір шәкірттің жүрегінен орын алатындай сіздердің мәртебелеріңізді әрқашан жоғарылатып, биіктетіп, биіктен көріне берсін. Рахмет, өте тамаша құттықтау. Ал енді біз сіздің пәніңізге қатысты сұрақтың жауабын алып алсақ, қазақ тілі мен әдебиеті пәні арқылы оқушы жүрегіне не жеткізгіңіз келеді? Әрине, бұл ұстаз болу ең алдыменен жүректің қалауы. Ұстаз болу жүректің батырлығы. Ұстаз болу сезімнің ақындығы. Ұстаз болу мінездің күш қуаты. Азбайтұғын адамның алтындығы, дейді Ғафу Қайырбеков. Әрине, әр ұстаздың өзінің ұстанымы, шәкірт алдындағы мақсаты болады. Менің де сол сияқты әрбір шәкірттің алдында өзімнің әрбір оқушының жүрегіне жол табатын, оқушының бойынан ең бірінші адами қасиеттерді, ізгілікті, адамгершілікті, құнды қасиеттерді бойына дарытқым келеді. Ең алдыменен әрине тілімізді шұбартпай сөйлеу. Тек қана білім нәрін сусындатып қана қоймай, тәрбиені де сапалы білімменен саналы тәрбиені ұштастырып отыру керек. Әдебиет жалпы алғанда әдемі сөйлеу дегенді білдіреді. Сондықтан әрбір оқушының бойына әдемілікті, ізгілікті, адамгершілікті қалыптастырғым келеді. Өте тамаша. Сіз сияқты осындай тіл маманы, әдеби көркем сөйлеуді барлық ұстазға тілеймін. Және де енді біз білеміз, апай, сіздің ұлыңыз осы мектептің түлегі болды. Ұлыңызға балаңыз ұшқыш болуына ана ретінде сіздің қандай ықпалыңыз болды деп ойлайсыз? Дұрыс сұрақ екен. Ең алдыменен әрбір ата-ананың парызы, оның міндеті, өсіріп жатқан перзентінің абыройлы болуы, мамандық таңдауда қателеспеуін қадағалап, сол өзінің перзентіне дұрыс бағыт-бағдар беру деп ойлаймын. Әрбір балалық қиялында, кез келген балада, мен ойлаймын, ұшқыш болсам деген арман болады. Дәл сондай арман менің де ұлымда болды. Бала күнінде аспан денелерін зерттеймін. Ұшқыш болмасам да, сол саланы зерттеп жүрген уфолог боламын деп армандайтын. Сол баламыздың арманына қол жеткізу үшін бізде бағдар беріп, дұрыс жолға тәрбиелеп, қаншама мүмкіндіктер жасап, болашақта өзінің таңдаған, өзінің сүйіп, осы мамандықтың иесі боламын деген талпынысына, құлшынысына біз де ата-ана ретінде қол ұшын беріп, үнемі оған өзіміздің аналық мейірімізді, аналық сөздерімізді айтып, соған дұрыс бағдар беріп отырдық. Сонымен бірге осы мектептің ұстаздарына да алғысымды айтамын. Өйткені ұстаздардың да еңбектері ұшан теңіз деп ойлаймын. Өйткені білім нәрімен сусындатқан ең бірінші бұл ұстаздар болады. Ұстаз қашанда алып тұлға, қашанда ата-анадан ұлық болып тұратын ұлы тұлға екенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Сондықтан да мен осы өзіміздің ұжымымыздағы Шоқан Уәлиханов атындағы ұжымның барша ұстаздарына өзімнің алғысымды білдіремін. Тағы да
мерекемен шын көңілден құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке, бірлік, тек қана шығармашылық табыстар тілеп, әрбір оқушының жүрегінен орын алатындай мәртебелерге жете беріңіздер. Сондықтан да әрбір мектептің жүрегі ұстаз десек, ұстаз бала жанының бағбаны екенін ұмытпағанымыз жөн. Сіздерге алғысым шексіз. Рахмет.